Назар аудар, Орал. Жалпы достар, біздер Астанаға қалай келдік, соны айтып берейік. Мүмкін сіздерге қызық шығар. Самат, Астанаға келгенімізді айтып берші, мүмкін қызық шығар. Айтып жатсыз ба? Соны айтып жатырмын. Айтып. Жалпы біз Астанаға келгенде вокзалда билет болмай қалды. Содан кейін барып қоян болып келдік мұнда. Мен 3-ге жаттым, Ақболат 2-ге. Самат, кетқанда билет болмай қалды ғой. Сол вокзалда 2-ге жаттым ғой, сол 3-ге. Жалпы Астана өте қонақжай екен. Бізге дастархан жай. Дастархан үстінде алма, апельсин, банан болды. Сол дастарханның үстінде бар ғой, алма, апельсин, банан болды ғой. Айттым ғой оны. 2-ден тұр. Жалпы өзі сондай бір түрлі адам, басқалай ойлап қалмаңыздар. Дұрыс жағынан түсініңіздер, жарай ма? Сосын Самат, бір түрлі ойлап қалмасын, айтып қой. Айттым. Айттың ба? Айттым. Рахмет. Ендеше Астана, Оралды көңіл-күй қарсы! Жақсы. Назар аудар! Назар аударамыз, анамыз біреуге қатты өкпелі, енді ашуын кімнен аларын білмей жүр. Мұнда кәл. Не дейсің адамды? Неге бабычық дүп түзеу тұр? Жақсы, сен аны не аяғыңдағы туфли? Туфлимен шек, қысты күні. Туфлимен шек, аяғыңа салқын тейсін, менингит бол, больницаға жат. Сосын мен жұмыстан шығайын, сенің артыңнан жүрейін, продуктасы, артыңнан жүрейін, ал сол жақсы ма ал? Нағыл дейсің ма, мама, нағыл дейсің? Маған айқайла. Ұр мені. Әкең келіп сен ұрсын. Әкеңді түрмеге қамап тастасын. Мен жұмыстан шығайын, сосын ешкім жұмыс жасамай, екі ортада жүрейін, мен азық-түлік тасып ал. Сол жақсы ма саған? Мама, мен сыртқа киетін жылы аяқ киім бар. Мен жай ғана мына туфлиді үйде үйлесе ме, үйлеспей ме деп киіп жүр, нағыл дейсің маған? Онда неге су тасымайсың? Мама, су тасып қойдым үйде, бар су. Үйде бір ұттам су жоқ, міне қарашаш, мында кел, тұр, мында кел, міне. Қараш. Не мынау, су емес па? Ертең миыңа салқын тиет, туфлиді көресің, сол кезде пайдасын. Назар аударамыз, Брюс Лиге қатты еліктейтін екі жігіттің төбелесі. Кілтетесіз қасқа. Мә. Үшеу жолмасын, айтшы аналарға. Үшеу жолмасын. Туған өлкенің табиғат ыстық. Табиғаттың нағыз ортасы ол ауыл. Ауылдың кешкі жастары. Сайрам байтам. Сайрам біз. Сайрам кетір. Қылай жырды. Сайрам. Қылай жырды. Жайлап. Отыр жеш, әңгіме соғайық. Қылайсыңдар. Кеше қалай, туғаның қалай бол? Туғанды жинап сөзі бәрмәнді мағанды жинап едіққа. Сөзі бәрмәнді. Мақпал не алды? Мақпал қайда? Мақпал. Дүбүй. Кім? Сыныптастарым ғой. Не дейді? Айдат кеше деген демалды қалай демалдыңдар дейді. Мен жақсы вайымдаман тұр. Ешқандай вайымдамай. Дүбүй деді. Бәсе, ұзақ сөйлестің ғой. Қалайсың? Не? Жағдай қалай? Жайлап. Үй шаман ба? Жаймен. Алматыда үнің қалай, жақсы ма? Жаймен. Үй жақ тыныш па? Жаймен. Қызың қалай? Нағылып түсін ма? Нағылып түсін. Керек емес, Нағылып түсін. Отыр, Керек емес, сәгөш керек емес. Отыр.
Оп. Биргиш, інім, биргиш. Өзің кел. Мә. Келеміз, Сакош, Сәке, давай. келеміз. Түсіндір бір аға, түсіндір. Інім, келе салшы мында, ұрмаймыз. Өзің кел, саған керек қой. Ей, Сәке! Келеміз. Не? Тұра түшкендір. Алу. Мен бар ғой, осында ауылда тұратын Рақыш деген кісінің үйіне келіп, ертең сонымен сөйлесесіңдер. Жақсы. Ренжіменім. Әлбек, уайымдама, балаларым бар қасында. Не? Давай. Достар, ғажайыптар маусымы, бұл ғажайыптың басы ғана. Рөлдерде 1, 2, 3, 4, кет! Азамат аудан, Асланбек аудан, Мәдимен Саман аудан, Марсақ Болла аудан, Есен,